Ассаляму алейкум қыздар. Бүгінгі тақырып күйеуіңмен алыспа. Өте керемет тақырып. Себебі біз әрқашан өзімізбен жұмыс істеудің орнына күйеуіміздің мінін көруге асық боламыз. Құрандағы Рағд сүресінің 11 аятында қайсы бір қауым өзін өзі өзгертпейінше Алла оны өзгертпейді делінген. Яғни адамның жақсы жаққа өзгеруінің негізгі өзінен басталатындығы ескертілген. Жалпы кез келген адам өзін өзгертетін болса, өзімен жұмыс істейтін болса, Алланың қалауымен иншалла қасындағы адамдары да өзгеретін болады. Сондықтан барлық акцентті өзгеге емес, өзімізге қойғанымыз әлде қайда дұрыс болады. Адамды өзгертуге тырыспа. Кез келген өзгеріс өзімізден бастау алу қажет. Осы кезекте Шәкәрім Құдайбердіұлы біреудің мінін көргенше, жамандығын тергенше, өз ойыңды мазалап, өз бойыңды тазалап, өзіңмен алыс өлгенше. Шынымен біздің соңғы күнімізге дейін ең негізгі жақсы жұмыс ол тек қана өзімізді реттеу, өзімізбен жұмыс жасау, өзімізді тану және де әрқашан Раббымызбен байланыста болу. Аллах тағала біздің жүрегімізді кеңейту арқылы, біздің жүрегімізді тазалау арқылы көптеген керемет хикметтерді бізге сездіртеді екен. Айналаңдағылар сырт келбетін сәндеп жатқан кезде сен ішіңді көркемде, өзгелер біреудің қателігін іздеп жатқан кезде сен өз кемшілігіңді түзетуді ойла. Хазіреті Мәулана Жаладдин Руми. Өте керемет қыздар, шын мәнінде өзгені сынағанша, өзгемен өзімізді салыстырғанша біз өзімізбен өзімізді салыстыруымыз керек. Мысалы, бүгінгі өзімізбен кешегі өзімізді салыстырған әлде қайда біз үшін хайырлырақ. Және де осы ретте Наба сүресінде сендерді жұп қылып жараттық дейді Аллах тағала. Яғни өзіміздің жұбымыз негізінде шын мәнінде қыздар мынандай бір керемет нәрсе бар екен. Психологияда Аллах тағала жұп қылып жараттық дейді Құранда. Және де психологияда зерттеулерде жалпы статистика бойынша кез келген жұп ол бір-біріне ұқсас болады. Мысалы, ерлі зайыпты міндетті түрде бір-біріне ұқсас болады. Және де мысалы әйел адам ретінде күйеуіңіздің бір қырларын қабылдамасаңыз, демек сіз өзіңіздің бойыңызда дәл сол нәрсені қабылдамай жатырсыз. Шын мәнінде ерлі зайыптылар бір-біріне ұқсас. Жай ғана сіздің жолдасыңыз, сіз мысалы әйел адам болсаңыз, ол сіздің ер адам версияңыз. Жай ғана солай. Сондықтан бұл жерде сіз күйеуіңізді өзгертіп, күйеуіңізбен алысып, оның мінін бетіне айтқаннан еш нәрсе өзгермейді. Керісінше ол нәрсе құрдымға кетеді. Өйткені ер адамға сен мынандай бол деп айтқан кезде міндетті түрде ол адамда атака кетеді. Себебі ер адам ол жауынгер. Ер адам жауынгер, ол керісінше сізге қарай атака жасайды. Сізге қарай атака жасамаса да, ол ешқашан сіздің айтқаныңызды естімейтін болады және де қабылдамайтын болады. Сол себепті де негізгі өзгеріс өзіңізден бастау алу қажет. Құран кәрімдегі сендерге оған тұрақтауларың үшін өз жыныстарыңнан жұбайлар жаратып, араларыңа сүйіспеншілік, мейірімділік пайда қылғандығы да оның Алла тағаланың белгілерінен деген аят отбасының ұйытқысы, жұбайлардың өзара сүйіспеншілігі мен мейірімділігі екенін аңғартады. Рум сүресі 21 аят. Қаз Ислам порталынан алынды. Жалпы қыздар, шын мәнінде Аллах тағала ерлі зайыптылардың арасына сүйіспеншілік пен мейірімділік салып қойды. Ал біз тек қана минусты көру арқылы біз шайтан аузубилляхтың жолына түсіп кетеді екенбіз. Өйткені егер сіз ол адамды өзіңіздің еріңіз ретінде таңдасаңыз, әрине
оған деген сыйластық, оның істеген жақсылықтарына акцент қою өте маңызды. Өйткені шын мәнінде сіз ол адамды бекерден бекер таңдаған жоқсыз. Демек, оның бойындағы бір қабілеттер, оның мейірімділігі, оның керемет тұстары бар. Соған көбірек акцент қойсаңыз, иншалла, Аллах тағала шүкір еткен сайын арттырамын дейді. Сондықтан біз шүкір ететін болсақ, иншалла, Аллах тағала арттырып отырады. Кез келген видеоны жасаған кезде, бірінші кезекте мен осы видеоны өзім үшін жасаймын. Сондықтан мен де осы жолдамын. Жақсы әйелдер Аллахқа мойынсынады және күйеулерінің ақыларын орындайды. Күйеулері жоқ кезде олардың намысын және мал-мүлкін Аллахтың көмегімен қорғайды. Өте керемет, қыздар. Шын мәнінде біз ерімізді сыйлауымыз, құрмет көрсетуіміз аса маңызды. Құранның өзінде сол жайлы айтылған, машалла. Хадис шарифтерде былай бұйырады: күйеуінің ақысын орындау Алла жолында жихад ету секілді. Машалла, қандай керемет, қыздар. Шын мәнінде біздің ниетіміз дұрыс болса, я Аллам, я Раббым, сенің ғана разылығың үшін мен күйеуіме қызмет етуге ниет еттім деген біздің ниетіміз, біздің ықыласымыздың өзі, иншалла, мол сауаптар алып келеді. Иншалла, күйеуіміз біздің не жәннатымыз, не тозағымыз болады. Сондықтан барынша күйеуіміз жәннатымыз болуға әрекет жасайық. Алла тағала олардың отау көтерудегі мақсатын айқындап берген, яғни ерлі-зайыптылардың отау көтерудегі мақсатын айқындап берген. Әрі сендердің тыныштық, тыным тауып орнығуларың үшін өздеріңнен жұбайлар жарату және араларында сүйіспеншілік пен мейірім, жанашырлық пайда етуде оның белгілерінен. Рум сүресі 21 аят. Махаббат пен мейірім мұғжиза. Жүректің тұла бойдың патшасы екені ақиқат қой. Ендеше Аллаға және Алла қосқан жарына деген махаббатқа мауыққан адам осы дүние игілігінің кілтін тапты. Ғұламаларымыздың да салихалы әйелдің күйеуі болу бір елдің патшасы болғанмен бірдей деп ой қорытуы осыдан болса керек. Еркектің әйелге деген махаббаты күшті болса, ол еркек тау қопырады. Әйелдің еріне деген махаббаты лүпілдеп тұрса, шаңырағы жайнап, қазаны қайнап тұрады. Егер үйіңіз шашылыңқырап, тамақ дәмсіз бола бастаса, сіз әйеліңіздің сезімін тұншықтырып алғансыз, дейді Айнұр Тұрсынбаева. Егер күйеуіңіз үйге кештетіп қайтып, далаға кеткісі келіп тұрса, қабағы қатулы, сөзі дөрекі болса, сізге деген жылулығы суына бастаған. Жүрек соғуын тоқтатқанша сезімдер сөнбесін. Жанып тұрған от өшіп қалмас үшін дер кезінде отын салып отыру керек емес пе? Сезім де сондай. Сөндірмеңіздер. Сөнген от қайтадан тұтанбауы мүмкін. Машалла, өте керемет. Мейірім өзені тартылмас үшін, сүйіспеншілік оты сөнбес үшін, сыйластық бағы солмас үшін екі тарапта қолынан келген амалдарды жасау керек екен. Әрине, бұл видео тек қана әйелдерге арналғандықтан мен тек қана әйел адамдарға айта аламын. Барынша өзіңіздің қолыңыздан келгенше әрекетіңізді жасай беріңіз. Ең бастысы ол әрекет Аллах разылығы үшін болу керек. Өйткені Аллах тағала ажырасу деген нәрсені жек көреді. Сондықтан барынша біз өзіміздің отбасымыздың берекелі болу үшін, отбасымыздың тыныштығы үшін және де жақсы қарым-қатынас үшін барынша амал етуіміз керек, иншалла. Махаббат пен мейірім мұғжиза, яғни ер мен әйел үнемі Алла берген сүйіспеншілік, мейірім, жанашырлықты қалай сақтап қаламыз деген ойда жүру керек. Жарымның тыныштық, тыным табу үшін не істей аламын деген сауалдарға жауап іздеп тапқанын амалына асыра алғанда ғана отбасы баянды болмақ. Ер мен әйел ең алдымен осы мақсатты айқындап алуы тиіс. Машалла, өте керемет.
бұл міне жалпы қарым-қатынасты сақтаудағы бірінші мәселе. Ол осы мен жарыма қалай тыныштық бере аламын, қалай біз қарым-қатынасымызды жақсарта аламыз деген бұл бірінші мәселе, қалай сезімді дұрыстауға болады. Екіншісі, шаңырақтың шайқалмауын қамтамасыз ететін кешірім және қайтқыштық деген екі қасиет бар. Бұл өте керемет, қыздар. Мысалы, көбінесе конфликттер болып жатады, мәмілеге келе алмау болып жатады. Сол кезде кешірім сұрау ол өте керемет әдіс тәсілдердің бірі болып табылады. Және міндетті түрде бірінші кезекте кешірімді Алладан сұрауымыз керек. Одан кейін барып жолдасыңыздан кешірім сұрағаныңыз абзал. Ауызбен айта алмай жүрген сұлу сезімің мен жан сырыңды ақ қағазға түсір. Реті келсе оны әспетте, әрле, содан кейін жарыңның қалтасына салып жібер. Машалла, өте керемет, қыздар. Мысалы, өзіңіздің сезіміңізді немесе бұрынғы жолдасыңыз, мысалы қазіргі уақытта жолдасыңыз сізге гүл сыйламаса, немесе сізді қыдыртпаса, міндетті түрде ол нәрсені бұрын істеген болуы керек. Өйткені ер адам, мен сенбеймін ол бұрын ондай нәрсе істемеді дегенге, міндетті түрде бастапқы қарым-қатынастың бастапқы этаптарында сыйлық сыйлайды, жақсы жерлерге апарады, қыдыртады, бірақ әйел адамның дұрыс эмоция бере алмауынан көпшілік кезде ер адам оны жалғастырмайды, яғни оны істемей қояды. Сол себепті де бұрын істеген нәрселерін міндетті түрде, немесе осы жақын арада істеген кез келген ойыңызға қандай жақсылық есіңізге түседі, міндетті түрде сол жақсылығын қағаз бетіне жазып оған ұсынсаңыз болады. Немесе қазіргі әлеуметтік желімен де жаза салуға болады. Мысалы, сондай кезде сіз осылай істеп едіңіз ғой, рахмет. Шын мәнінде сол жайлы ойласам, қатты қуанамын, маған сол нәрсе жылы естелік болып есімде сақталып қалды деген сияқты сондай хаттар жазуға болады екен, машалла. Төртінші, ислам діні үшін өлшеусіз қызмет етіп, үмбеттің қамын ойлаған Али ибн Абу Талиб, Алла оған разы болсын, жары Фатима үшін өлең шығарып, оқып беруге уақыт тапқан. Машалла, егер сіздің сондай қабілетіңіз болса, өлең шығарып жазып жіберсеңіз де болады. Машалла, өте керемет. Немесе махаббат жайлы жақсы өлеңдерді мәнерлеп оқып жіберсеңіз де болады. Бесінші, хадисте шешен көркем сөзде сиқыр бар екендігі айтылады. Әсіресе әйелдердің құлақтан семіретін халық екендігі ешкімге жасырын емес. Машалла, бұл жерде ер адам үшін айтылған екен, яғни ер адам әйел адамына жылы сөз айту керек деп. Егер мысалы жолдасыңыз сізге жылы сөз көп айтпаса, оны көркем түрде жеткізсеңіз болады. Мысалы, мен оянған кезде маған осындай сөз айтшы, мен күнімен күшті көңіл күймен жүремін, күшті энергия аламын деген сияқты өзіңіз сұрасаңыз болады. Алтыншы, еркектер мақтауды сүйетін қауым. Мақтауға малынған еркек алға жылжиды. Машалла, өте керемет. Әрқашан күйеуіңіздің жақсы қасиеттеріне акцент қойып, сол жақсылықтарын айтып отырыңыз. Жетінші, ерлі зайыптылар бір-бірін туыстарына мақтау керек. Бұл жерде бір нәрсе айтқым келіп кетеді. Әйел адам өзінің қайын жұртына жолдасының жамандығын ешқашан айтпау керек. Тек қана жақсылығын айту керек. Мысалы, сіздің жолдасыңыз қандай жақсы қасиеттері бар, ата енеңізге, қайын жұртыңызға соны әрқашан айтып мақтап отырыңыз. Сол нәрсе ол өте керемет. Сегізінші, екеуі екі жақта жүргенде әсерлі сәттерді суретке түсіріп бір-біріне жіберіп отыру. Яғни, мысалы, күйеуіңіз алыста жүрсе, оған жақсы фотосуреттер, жылы SMS хабарламалар жазу керек екен. Сезіммен сиқырлаудың тағы бір ұтымды әдісі бар. Ілгері буынның ізгі ғалымдары, егер қайсы бір әйел күйеуі үшін күнде әтірленетін болса, ерінің көзінше әсемденіп киініп, үнемі оның сүйікті тамағын дайындап, ол жоқ кезде дүние мүлкіне сақ болатын болса, ол әйел күйеуін сиқырлап алады деген екен. Машалла, қандай күшті, сыртқа сәнденудің орнына үйде жолдасыңыздың алдында сәнденіп жүру қандай керемет, машалла.
ер адамдарға бағынушы, ерке, ашық ажарлы, күлімдеген, тәтті жылы сөзді әйелдер ұнайды. Машалла, өте керемет. Егер сондай әйел болсаңыз, күйеуіңіз мықты әрі керемет болады. 11-ші, әйел күйеуінің шешім қабылдай алатын, арқа сүйеуге лайық адам болғанын қаласа, нәзік, қорғансыз бола білу тиіс. Бұл да өте керемет нәрсе. Мысалы, ауыр заттарды өзіңіз ешқашан көтермеңіз. Міндетті түрде жолдасыңызды күтіңіз. Мұнан басқа, жолдасыңызға ыстық ванна дайындау, бөлмеңізді сәндеу, романтикалық керемет кештер ұйымдастыру, естен кетпес кештер ұйымдастыру, өз қолыңызбен тамақтандыру, массаж жасау, аяғын жуу, тырнағын алып беру секілді әдеттердің барлығы сіздердің араңыздағы сезімнің лаулауына себеп болады, иншалла. Негізінде отбасыдағы кикілжіңдер, ұрыстар, қайғы-мұңдар күнәлардың себебінен де орын алады. Бір ғалым, егер мен күнә жасап қойсам, оның зардабын әйелімнен немесе көлігімнен көремін деген екен, машалла. Сондықтан бұл жерде өте маңызды нәрсе күнәларымыз үшін тәубе ету, Алладан кешірім сұрау және де көп истиғфар айту. Дұға ер мен әйелдің ең үлкен қаруы. Жақсы әйелге немесе еркекке ең бірінші жәрдем Алладан. Күйеуінің көңілін аулағысы келген әйел, әйелінің жүрегін жаулағысы келген еркек Алламен қарым-қатынасын түзеп, алақанын жайсын. Жүрекке Алланың ғана әмірі жүреді. Қош жүрекке махаббат пен мейірімді салатын Алла. Сондай-ақ ешбір еркек өзінің сымбаты, мінезі, байлығымен отбасын ұстап тұра алмайды. Ешбір әйел күйеуі үшін ғана жасаған амалдарымен, сұлулығымен, мінезімен, дәмді тағамдарымен жәннатқа жете алмайды. Олардың өміріне ықылас деген ұлы амал басшылық жасамайынша жеңіске жеттім деу бекерлік. Яғни ерлі-зайыптылар барлық амалдарын Алла разылығы үшін жасауы тиіс. Машалла. Алла сұлулықты жақсы көреді. Бір-біріміз үшін сұлуланайық. Алла тазалықты, жаратылыстарының мейірімді болғанын жақсы көреді. Біз де соған талпынайық деп сәт сайын ниетті түземек керек. Мұсылман алдымен Алланы жақсы көреді, ал жарын Алла разылығы үшін жақсы көреді. Амалдарын, ұмтылысын Алла разылығы үшін жасаған адамда ұтылыс жоқ. Машалла, бұл мәліметтер Асыл арна порталынан алынды. Көңіл бөлгендеріңізге көп рахмет. Видео мол сауапты болсын, иншалла, және де әрбіреуіңіз өзіңіздің жұбыңызбен бақытты болыңыздар. Шын мәнінде сіз ешқашан өзіңіздің күйеуіңізден артық күйеу таба алмайсыз. Өйткені ол адамға Аллах тағала сізді аманат етіп берді. Демек, Аллах тағала бекерден бекер сізді оған аманат етіп бермеді. Сол үшін барынша өзіңіздің жақыныңызбен бақытты болыңыз. Машалла. Ассаламу алейкум.